Баршаңызға сәлем. Сіздерге осындай өте дәмді, нәзік, жұмсақ маквей пирогты жасап көрсетемін. Ол үшін електен өткізілген ұнға жұмыртқаның сарысын және жұмсақ сары майды қосып араластырамыз. Бетіне мак, разрыхлитель, сахарный пудраны салып, тесто илейміз. Дайын болған тестомыздан 2 корж жасап аламыз. 25-26 диаметр көлемінде болу керек. Содан соң жұмыртқаның ақуызына кішкене тұз салып көпіргенше араластырамыз. Содан соң жаймен қант қоса отырып меренгі дайындаймыз. Содан соң дайын болған меренгіміздің үстіне 1 шай қасық кукурузный крахмал қосып жаймен араластырамыз. Жаңағы меренгімізді корждың бетіне толықтай жағып шығамыз. Екінші коржымызға да солай жағып шығамыз. Содан соң кукурузный крахмалға клубниканы батырып алып, айналдыра отырып қойып шығамыз. Корждарымызды духовкаға салып пісіре береміз. Пісу кезінде біз крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны салып араластырамыз. Араластыра отырып, үстіне сливки құйып, қою масса болғанша араластырып аламыз. Креміміз дайын болды. Жаңа піскен коржымыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Содан соң екінші коржды қоямыз. Жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін.